16 сәуір 2025 жыл. Қажымқан саған керек емес пе? Қажымқан атамыздың қабырының басына келе жатырмын. Өзім осы Қазақстанға келгелі көп арманымның бірі осы Қажекеңнің қабырына бір барып қайту еді. Міне қабырына келе жатырмыз. Ана жерде керемет спорт сарай, музей, қонақ үй, сондай алаңдар салып жатыр екен енді. Жолдың жағасына 9 майда көшіп келеміз дейді. Шын болса. Дегенмен енді қалай да болмасын жақсы. Жатқан жер жайлы. Мынау да көне қабырлар ғой, жерлер. Қажекең туралы бірер ауыз сөз айтпайсыз ба беке? Енді Қажымқан туралы не айтады? Бәрі білу керек қой. Қазақтың бас бұлшық еті деп шақанып жазған адам. Бәрі білу керек. Дара тұлғаға бөлек туған. Осылар алып қой, алып. Алып. Бір алыбымыз өсіп жатыр. Сен ана Өзбекстан алып емес, тай тулақтарын қай жерге қойған? Қандай жағдайда көтеріп отыр? Біздің алып жатыр міне. Дүниеге белгісіз. Үш жерден мен айтайын. Мен осыдан 30 жылдан бері өтіп жүрмін. Қажымқанның үш жерде екенін, тап осы жерде екенін білмейді екенмін. Айтпаса жол. Тұра қалып бір күн бір құфыран қуға болады. Демек біздің мұндай алыптарымыздың белгісіз жатқаны қаншама. Даңқты палуан Қажымқан Мұңайтпасұлы 1871-1948 дейді. Ассалаумағалейкум. Есік жабыға ойы. Өкінішке орай жабық екен. О, ішіне не қойыпты? Мынандай. Оюды көпті. Міне қандай әдемі. Оюды қазақи нақышпен жасап қойыпты. Осында ғана рұқсатпен келіп отырып түнейтін болу керек шамасы жаңағы. Көрінішті өке жақсы екен. Өте жақсы жасапты. Көңілге қонған бір нәрсе болды. Мұңайтпас келіні Мінайым әйелі ғой. Мінайым жеңгей соңғы әйел осы кісі ғой. Осы кісіден Айдархан туады ғой. Айдархан деген баласы туған. Ең соңғы бұл кісімен